Дидарласу бағдарламасының қонағы бодибилдер, фитнес жаттықтырушы Ақбар Жармағанбетов. Ол мамандығы бойынша инженер құрылысшы. Сондай-ақ психологиялық, философиялық кітаптарды оққанды ұнатады. Ал ең басты мақсаты көпшілікке спортты насихаттау. Міне, мені де бүгін таңнан спорт залына шақырды. Барып көрейін. Таныс болыңыздар, Ақбар Жармағанбетов. Бодибилдер, фитнес жаттықтырушы, актер және де керемет жандардың бірі. Жастайынан спортқа деген қызығушылығы жоғары болған. Ол Қарағанды қаласынан оңтүстік астанамыз Алматыға өзін іздеп келді. Міне, содан бері халқымызды өзінің шеберлігімен тәнті етіп келе жатыр. Бүгінгі бағдарламадан көретініңіз. Ақбарға спортқа деген қызығушылық қайдан келді? Жиі бізге тиісе беретін, бізді ұратын. Кейіпкеріміз жарты жыл бойы ата-анасымен неге араласпай қойды? Жауабын Дидарласу бағдарламасынан білетін боласыз. 60.000 теңге болды қалтамда. Сол 2 ай бойы жұмыс таба алмай, ақшам бітті. Кейіпкеріміз жүрегіне жақын мамандықты әлі таңдай алмай жүрме? Ақбармен сырлы сұхбат. Актер ретінде өзімді көрдім және қазіргі уақытта да киноларға түсіп жатырмын. Ақбар, осы фитнес залына, жаттығу залына жиі келіп тұрасыз ба? Аптасына неше рет келесіз? Аптасына 5-6 рет келем осы жаттығу залына. Өйткені менің жұмысым бұл. Өзім де жаттығам аптасына 5-6 рет. Күніге 1 сағаттан. 1 сағат аз емес пе? 1 сағат енді күнде жасасаң 1 сағат жеткілікті. Мына сұраққа жауап беріңіз, Ақбар. Жалпы осы спорт түріне қалай келдіңіз? Спортпен 11 жасымнан бастап шұғылдана бастадым. Дзюдомен айналыса бастадым. Күрес, сосын бокспен айналыстым, өзім әр салада көріп шықтым. 15 жасымда осы темірмен айналыса бастадым. Мен спортқа негізі қалай келдім? Өзім орыс мектебінде оқыдым ғой мен кішкентай кезінде. Ол кезде 1-2 қазақ қана болатын мектепте. Соның жиі бізге тиісе беретін, бізді ұратын, намыстанатынбыз ғой. Сол кезден бастап өзімді айттым, мен өзімді қолға ұстаймын, спортқа барам. Сол кезден бастап күрес, бокспен айналыса бастадым. Бізге қарап Сыйлай бастады. Сыйлай бастады, қорқа бастады. Бәрекелді, қызық екен. Сонда ата-анаң жалпы қарсы болған жоқ па саған? Кішкентай кезінен қарсы болды. Ол кездегі өте көп адамдар айналысатын брейк-данс айналыстым, бірақ шешем қарсы болды. Ұрды неше түрлі болды. Кәдімгідей қарсы болып, үйде қамап мені. Ой, бұл. Енді мен баламын ғой. Әрине мен түсінем, әке-шешем білім алсын, сабақ оқысын деп. Өйткені менің сабағым өте төменде болды. 3-4 түрге оқыдым. Ал ата-анаң саған қазір қалай қарайды мысалы? Күнде мен көреді ғой анды. Теледидардан көреді, мақтанады, басқаларға көрсетеді, мен туысқандарыма көрсетеді. Мақтанып, осы Ақбар біздің ұлымыз осындай жетістікке жетті деп. Бәрекелді. Ал кезінде Қарағандыдан көшіп кеткен кезде жібермей қойған шығар сені, қарсы болған шығар, 2009-да бітіргеннен кейін өзім шешім қабылдадым. Алматыға барам, өзімді көрем дегендей. Бірақ қарсы болды. Мені кәдімгі үйден жібермей. Бірақ мен билет алып қойдым. Енді ұрысып, бүйтіп кетіп қалдым мен. Жарты жылдай болды, біз сөйлеспедік. Бір қоңырау шалған жоқпыз бір-бірімізге. Бірақ енді өте жақсы жұмысқа тұрып, мамандығым бойынша айттым мен. Осы мамандық бойынша жұмыс істеп жатырмын. Бәрі жақсы. Ал не себепті Алматыны таңдадың? Не себепті Алматыға барғың келді, кеткің келді Алматыға? Өйткені мен түсіндім, басқа қалаларда өсе алмайсың қатты. Өйткені Алматыда жұмыс көп, Алматыда өзін көруге болады, әр салада. Алматыда өседі ғой адам деген. Ол шыны керек. Ең бірінші рет мен Алматыға келгенде жұмыс таба алмадым. 2 ай бойы жұмыссыз жүрдім. Сосын зейнетақы қорына жұмысқа тұрдым. Жалақым болды 30.000 теңге. Кім болып жұмыс істедің? Соны айтшы, ең қызығы. Менеджер болып жұмыс істедім. Менеджер болып. Неше түрлі компанияға барып, қол қойғызып, өте қиын жұмыс өтті. Спортпен қатар кейіпкеріміздің бірнеше фильмдер мен телехикаяларға түскені белгілі. Сол жайлы толығырақ естігім келіп отыр. Актер ретінде өзімді көрдім және қазіргі уақытта да киноларға түсіп жатырмын. Өте қызықты. Маған ұнайды.
үлкен. Қандай киноларға түстің? Қандай фильмдерге түстің? Супер той комедиясына түстім. Одан басқа тағы көп телехикаяларда түстім. Қалай келдің жалпы осы актерлікке? Алматыға көшкеннен бері өзімді актерлік шеберлігінде көрем деп курстарға бардым. Актерлік шеберлігінен. Бір 2 жылдай барып жүрдім. Сосын өзімді жаңағы телехикаяларды көріп, киноларға түсіп, кішігірім эпизодтарға түсіп, өзім үшін ғой жай. Болашақта бір жаңағы танымал актер болам деген ойың жоқ? Ондай қатты ой жоқ, өйткені мен бәрібір түсінемін, мен спортшымын ғой. Фитнес онлайн жобасын бастадық, үлкен жоба, жаңағы Қазақстан бойынша. Жаттығу залында сен адаммен жұмыс істесең де бір 30-40 адаммен жұмыс істей алатын шығарсың. Көпшілікті қамтығың келді ғой, демек, халықпен жұмыс істегің келді. Енді осы армандарым орындалып жатыр, шүкір. Дидарласу бағдарламасында Ақбар Жармағанбетов кейіпкеріміздің спортқа қалай келгендігі жайлы естідік. Оның айтуынша ата-анасы бұл салаға баруына қарсы болған. Тіпті жарты жыл онымен үй араласпай қойғанын білдік. Сондай-ақ Алматыға келгендегі қиын қыстау кезеңдері жайлы баяндап берді. Ары қарай көретініңіз, бір көргеннен ғашық болу дегенге сенесіз бе? Ақбардың махаббаты. 3 ай артынан жүрдім, мені қабылдағысы келмеді басында. Қатал жаттықтырушы Ақбар Жармағанбетов. Жаттықтырған кезде ол саған дос ретінде сияқты қарамайды. Енді жеке өмірі жайлы сұрайтын уақыт келді. Білуімше, кейіпкеріміз жақында отбасын құрды. Олай болса, жұбайы жайлы сұрап көрейін. Жұбаймен мен мафия деген ойында кездестім. Ол өте қызықты ойын. Біз жиі балалармен жиналып ойнаймыз да. Сол ойында бір кездестіріп алдым. Бір көргеннен ғашық болып қалдым деп айтсам болады. 3 ай артынан жүрдім. Сөйлесіп, бүйтіп, мені қабылдағысы келмеді басында. Өзі ойлаған сол бір ақылсыз бір деуме де, неге артынан жүре береді, мен сөйлескім келмейді деген. Шынайы емес деп ойлады ғой. Шынайы емес деп ойлады. 3 айдан кейін маған ғашық болып қалды өзі де. Жаттығу залына келіп, бірге жаттығып, бір-бірімізді ұнаттық. Жарты жылдан кейін үйлендік. Бәрекелді. Қандай мамандық иесі? Спортпен шұғылдану ма? Жоқ, ол өзі директор болып жұмыс жасайды, аяқ киім сатушы болып. Спортқа жақын емес, бірақ өзі үйде айналысады, жиі-жиі. Сондай-ақ менің білуімше бүгінгі бағдарламаға түсуден бас тартты. Камераға ұнатпайды, былай бірнеше рет тарттым, оны жаңағы түсірілімге, бірақ келмеді. Мен де осындай керемет мүмкіндікті пайдаланып, Ақбармен бірге жаттығып алсам. Мүмкін ақыл кеңестерінде айта жатар. Ал жаттығудан кейін кейіпкеріміздің достарынан сұхбат алатын боламыз. Ақбармен қайда және қалай таныстыңыздар? Ақбармен осы фитнес-бил залында таныстым. Жарты жылдай болып қалды. Бірге жаттығу жасап, дос болып жүрміз. Ал сіз ше? Біз осы керемет фитнес залында 1,5 жылдай болды. 1,5 жылдан кейін осы Ақбар жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Осы жерде екеуміз дос сияқты бірінші араласып, екінші жаттықтырушы ретінде болып, өйткені өз маманың шебері. Жаттықтырушы ретінде қандай адам, қандай жаттықтырушы? Жаттықтырған кезде ол саған дос ретінде сияқты қарамайды. Өйткені өз бар білген шеберін бізге көрсеткісі келеді. Сөзбен қатал. Қатал, түсінікті. Әсері бар. Қандай жаттықтырушы екенін білдік. Ал енді ол кісі қандай адам? Бір сөзбен жеткізе алмайсың. Көңілі ашық жігіт, біріншіден. Ақ көңілі жігіт. Бізге деген қарапайымдылығы соншама әрқашанда бізді залда емес, басқа жерлерде де хабарласып, шақырып, бір жерге отырып, шай ішейік деген сондай жақсы адам. Міне, жаттығып алдық. Достарымен де біраз сұхбаттасып та үлгердік. Енді Ақбармен отбасы жайлы қозғалған әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Жұбайыңыз жайында айтып жатырмыз. Қашан үйлендіңіз өзіңіз? Өткен жылы үйлендім. Менің тойым негізі Қарағандыда өтті. 1 жыл болды. Қазір
Әйелім 2 қабат. Аяға бір деңіз. Иә, қаңтар айында Құдай қаласа күтеміз. Кішкентай Акбарлар жүгіріп жүреді. Отбасын құрған қалай екен? Отбасы құрған өте қызықты. Басында қиындау, өйткені 1 жыл бір-біріне қалыптасу керек. Жаңағы үйренесің, ұқсасын кейбір кезде. Өйткені адам деген бір-біріне үйрену өте қиын ғой. Уақыт керек. Түсіне қоямыз біз өзіміз. Иә, шамалы уақыт керек. Қатты ұрыспаймыз енді бұлай. Бір мәселелер болса, тез шеше бастаймыз. Дегенмен де ұрысатын кездер болатын шығар. Әрине болады. Кім кешірім сұрайды бірінші болып? Әрине мен кешірім сұраймын. Өйткені мен еркекпін ғой. Кешірімді болу керек, еркек ең басты. Әйел деген ол сөйлей береді, тұрса береді. Еркек деген ол қоя салшы, айта салу керек. Жұбайыңызды қызғанасыз ба? Мен негізі қатты қызғанамын, әйелім қараймын былай. Әрине мен енді білем ғой, ол өте тәртіпті, өте түзу адам екен. Енді біз еркек болғаннан кейін өзіміз сағымыз келеді да, жақында. Енді мына сұраққа жауап берсеңіз, үйде кім бастық? Кім шешеді соңғы нүктені, кім қояды? Әрине үйде бастық әйел. Басқа жерлерде бастық әрине мен. Ол тәртіпке қарайды, жаңағы тамақ дайындайды, бәрін жасайды. Әрине ол үйде бастық болады. Түсінікті. Демек әйеліңіздің айтқанын тыңдайсыз. Құлақ асасыз. Тыңдағанда енді әрине келісесің ғой, бірдеме айтса, сөйлесе бірдеме. Ақбар, біз енді қай жаққа барамыз? Қазір баскетбол ойнаймыз. Мен жақын достарым мастер-класс көрсетеді бізге. Ой, бәрекелді. Демек сіз баскетболмен де айналысасыз? Мен баскетболмен айналысам. Я кішкентай кезімде өзім жаңағы мектептің сборныйына жаңағы қызмет еттік. Бәрекелді, онда сол баскетбол залына барайық. Иә, барайық. Ақбар, міне баскетбол алаңына келдік. Достарың келгенше сенімен біраз сөйлессем. Мені қызықтыратын жалпы осы Ақбар деген есімді кім қойды саған? Менің әкем қойды. Өйткені ол кезде Үндістанның фильмдерін көп көрсетті. Ол кезде жаңағы Ақбар деген правитель болған. Ол өте ұлы жаңағы бүкіл мемлекетті өзгерткен адам. Сондықтан ол маған ат Ақбар деп қойды. Ұлы деген сөз ғой енді. Енді шүкір маған өзіме өте қатты ұнайды. Ендігі келесі сұрағым, бүгін достарың келеді. Жалпы достарың көп пе өзіңнің? Достарым өте көп. Mesela бір топ жаңағы тек қана біз барып жаттығу залына барамыз, жаңағы бір жаққа шығамыз. Келесі топ біз тауға шығамыз, бұл жерде отырамыз, жаңағы ресторан. Бір топ бар, біз көбінесе үйшіл жаңағы. Отбасымен. Иә, отбасымен де тек қана достар жаңағы. Әр сенбі сайын біз мысалы барып жиналамыз, жаңағы плов жейміз бәріміз бірге. Достарымыз бар, жаңағы достардың әке-шешелері бар, жаңағы. Жан достарыңыз көп пе? Өте жақын жан достарым десем, жаңағы інілерім ретінде олар Қарағандыда тұрады. Барған сайын мені қарсы алып алады, жаңағы, көмектеседі маған, жаңағы. Өзім үйлену тойым Қарағандыда өтті ғой, өте жақсы көмек жасады ол жігіттер. Ал Алматыда мысалы қанша жыл болды тұрғаныңызға? Сонша жыл ішінде жан достары өте көп. Жаңағы қазір жаңағы баскетбол алаңына қазір келеді жігіттер. Есімі Дәурен және Руслан. Өте қатты жаныма жақын. Қиын жағдайда да көмектеседі. Кейбір кезде болады ғой, депрессияға деген ұшасың ғой жаңағы. Иә, олар сол кезде саған қатты көмектеседі жаңағы психология жағынан, сөзбен десең. Адамның бойындағы қандай қасиеттерді ұнатасың? Қандай қасиеттері болу керек сенің достарыңның? Адамда ең бірінші адамгершілік болу керек. Адам ешқашан алдамау керек, жасанды болмау керек. Ең бірінші өз-өзің болу керек. Қандай барсың, сен шидейсің, дәусің, бәрібір Алла тағаланың алдында біз біріміз. Сонда кейіпкеріміз достарын сол қағидалар бойынша таңдайды ма? Оны бірнеше секундтан кейін білетін боласыз. Барлық достарым мен сондай ашық, өте жаңағы мейірімді адамдар. Оларды белгілі бір жаңа қағида бойынша таңдаған жоқсың, өздері келді. Иә, өздері келді өмір үшін. Біреу залдан келді, біреу жаңағы жай бір отырыста. Рахмет саған көп. Енді достарың да келіп қалды, бірге ойнаңдар.
Дидарласу бағдарламасында бодибилдер, фитнес жаттықтырушы Ақбар Жармағанбетов. Шынығы балғаннан кейін отбасы жайлы әңгімеге көштік. Өзінің әсерімен бөлісті. Қазіргі таңда әке атануға дайындалып жүргенін естідік. Сонымен қатар жұбайы екеуінің мінезі де, мамандықтары да әртүрлі екенін білдік. Ары қарай бағдарламадан көретініңіз спорттық доданың әділ төрешісі Ақбар. Осы Қазақстан чемпионаттарын біз Төреші боламыз. Арман адамға қанат. Бүкіл Қазақстан бойынша өзі жаттыға алады. Менің бағдарлама бойынша. Ақбармен қай жақта таныстыңыз, қалай таныстыңыз? С Акбаром мы познакомились в спортивном зале. В зале он был моим... Акбармен біз спорт залында кездескенбіз. Залда ол менің фитнес жаттықтырушым болды. Мен оған 60 келі салмақпен кішкентай болып келгенмін. Бір жылдай онымен бірге жаттығып, өзім қалаған нәтижеге қол жеткіздім. Бізбен бірге жаттығумен айналысқан 3-4 адам болды. Бәріміз жақсы араласып кеттік. Акбар жақсы адамдарды өзіне тарта алатын қасиеті бар жан. Міне, қазір араласатын тобымызда 30 адам бар. Әр қайсысы әртүрлі жаста, әртүрлі салада қызмет етеді. Осының бәрі Акбардың арқасы. Бәріміз жиналғанда әңгімелеріміз жарасып отырады. Барлығымыздың басымызды қосқан Акбарға алғысымыз шексіз. Теплая атмосфера. И мы считаем, что это все, конечно, благодаря нашему Акбару, человеку, который нас всех соединил. Енді екінші досымен сұхбаттасатын сәт келді. Қазір Ақбарды басқа қырынан білетін боласыз. Дайын болыңыздар. Дәурен, Ақбармен сіз қалай таныстыңыз? Познакомились мы с Акбаром где-то в 2013 году. Акбармен 2013 жылы танысқанбыз. Ол кезде ол жаңадан актер ретінде өзін байқап жүрген кез еді. Ал мен оператор болғанмын. Бір бейне жазбаны жазатын кезде ол қатысқан болатын. Танысып араласып кеттік. Екеуміз де тұрғын үй пәтер іздеп жүргенбіз. Бірге жалға алып тұрайық деген шешімге келіп, үйленгенінше бірге тұрдық. Ну и так долго прожили, так сказать, долго и красиво. До того момента, пока он не женился. Дос болған ол бір бөлек, ал бірге тұрған қалай екен? Я сам по себе такой тоже люблю чистоту. Тазалықты жақсы көремін. Бодибилдингпен айналысқаннан кейін мен оның өте жауапты, ұқыпты екенін білемін. Бірге үй жинап тамақ дайындайтынбыз. И как бы мы жили, всегда у нас уборка, мы вместе всегда убирались. Бәрекелді, рахмет сізге көп-көп. Бүгін Қазақстан бойынша бодибилдинг және фитнестен жарыс өтпекші. Ақбар сол жарыста төрелік етпек. Енді кейіпкеріміздің қандай әділ қазы болатынын көретін боламыз. Ал оған дейін Ақбардың бірінші жаттықтырушысымен сұхбаттасамыз. Знаете, вот я помню. Шамамен 10 жыл бұрын бала кезінде менің залыма келген есімде спортқа деген қызығушылығы жоғары бала болатын. Біріншіден төзімді, екіншіден салиқалы, үшіншіден адал жан. Оның бойында мықты спортшыға лайық қасиетті байқадым. Я в нем сразу заметил ту зиму. Міне бүгін оны бодибилдинг және фитнес шебері жүлдесімен марапаттаймыз. Оның марапаттары көп ақ, бірақ соған лайықты жүлделердің бірі осы марапат болып келеді. Но это звание он заслужил. Ал Қазақстанда қанша адам бар осында? Көп емес, 12 адам осында жүлдеге ие болған. Бүгін соларға тағы да 4 адам қосылды. Оның ішінде Акбарда бар. Присоединяется к нам еще 4 человека, в том числе Акбар. Бәрекелді, рахмет сізге көп-көп. Табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Рахмет. Керемет өтсін осындай бағдарламаларыңыз. Рахмет. Қазір үлкен бір жүлдені аласыз. Сол жайында айтып беріңізші, ол қандай жүлде және де... Бүгін Қазақстанның үлкен чемпионаты болып жатыр. Бүгін барлық Қазақстаннан тек өте дайындалып келген адамдар келеді. Бодибилдинг және фитнес. Қыздар да болады, ұлдар да болады. Бүгін Құдай қаласа маған мастер спорты жүлдені марапаттайын деп жатыр. Осы Қазақстан чемпионаттарын біз осындай шығып төреші боламын. Сіз бір емес бірнеше осындай жарыстарға қатыстыңыз, иә? Жалпы бір қызықты оқиғалар орын алған жаттығу бар ма? Өзіңіздің бір еске аларлықтай. Әрине, жыл сайын біз шығамыз. Қызықты
номер көрсетеміз. Біздің позаларымыз бар, ол бөлек. Біз тек қана жаттығудан басқа 3-4 ай бұрын, жарысқа бұрын біз дайындаймыз. Өзіміздің позамызды шығарып, көрсету, ол да бір өнер. Өйткені ол өте қиын. Шыққан кезде сен оны бұлшықеттерді дұрыс көрсету керексің. Көрсетемін сіздерге төрешілер қалай болады. Қандай қимылдарыңыз бар өзіңізге тән? Қазір көрсетіп берсеңіз, бір-екеуін ғана. Бұлай. Көрсете алмаймын енді. Өйткені бірнеше көрсетілім бар. Ол тік тұрған кезде алдыңғы жақта аяқ, іш, қол, арқа бәрін қысымда ұстау керексің осылай. Одан демалмай тұру керексің. Иә, оңға бұрыл дейді. Біз оңға бұрыламыз, жанымен көрсетеміз. Ол өте қиын. Әр жаңағы позаны 2 минут сайын сен ауыстырып тұру керексің. Демалмай тұрасың, иә бұлай? Жоқ, енді ол үйрену керек. Көбісі демалмайды. Қысым қалады да, сосын бұлшық еттер ауырады, денесі ауырады, жаңағы қысымда ұстайсың ғой өйткені. Сондан демалып үйрену керек, оған шамалы уақытысымен келеді. Жарыс деген бақталастық қой. Сол баққа таласу кезінде адамдар бір-біріне жағымсыз әрекеттер, қулық жасайды деп естиміз. Сондай нәрселер шынымен де болады ма? Соны кейіпкерімізден сұрап көрмекпін. Азияның, Қазақстанның үлкен чемпионаттары болып жатқан кезде, өте көп адам болған кезде бір-бірінен жаңағы ұрлайды, жаңағы керек жағатын денелеріне. Қулық жасайды, подстава неше түрлі ондайлар болады. Келе жатасың, дос болып осымен, маған берші дейсің, мен жағып алайын дейін. Жоқ, бұл жарыс, мен бере алмаймын деген сондай әңгімелер шыға бастайды, әрине. Болып тұрады ондай. Өзіңде болды ма сондай бір қызық оқиға? Азия чемпионатына барған кезде сондай бір оқиға болды. Малайзияның жігітімен бірге гриммен жағып тұрғанбыз. Сол кезде енді гримді бермей жаңағы, мен де өзім гримді қалған, ол бөліспей, жоқ, бере алмаймын, жарыс дегенде сондай әңгімелер шыға бастады. Сөйтіп гримсіз шықтың сахнаға? Жоқ, гриммен шықтым, әрине таптым өз балаларыммен. Командамен кетіп. Түсінікті. Демек, сайыста ешкімге сенуге болмайды ғой. Сен өз-өзіңе сену керексің, ең бірінші, ең бастысы. Маған мына сұраққа жауап берші, жалпы өзіңнің мақсатыңа, арманыңа жеттің деп ойлайсың ба қазіргі таңда? Құдайға шүкір, енді жетіп жатырмыз, барынша тырысып жатырмыз. Осы өткені Қазақстанда, ақш-қа қарағанда, Ресейге қарағанда бізге бодибилдинг өте қатты дамыған жоқ. Бірақ енді біз өз күшімен жылжып жатырмыз. Бәрекелді. Рахмет саған көп-көп, қазір төреші болып отырасың. Ісің сәтті болсын. Болашақта армандарың орындала берсін. Рахмет саған көп-көп. Бодибилдер, атлет, актер, блогер. И в этом сегодня еще раз поздравляем вас со званием бодибилдинг және фитнес-шебері, мастер бодибилдинга Жармагамбетов Акбар. Бүгінгі бағдарламада Ақбар Жармағанбетовті басқа қырынан таныдық. Оның тек қана спортсмен, актер емес, сондай-ақ жақсы дос, әділ төреші екенін білдік. Болашақта Ақбарға армандарының орындалуын, жоспарларының іске асуын тілейміз. Сіздермен бірге болған Дидарласу бағдарламасы келесі жүздескенше.